Саламатсыздар ма? Менің есімім Искакова Айгерім. Спанкул заңгерлік компаниясының заңгерімін. Қазақстандағы әр балаға 230 мың теңге берілуі мүмкін бе? Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Бұл сұрақтың жауабын осы видеода сіздерге айтатын боламын. Сіздер Маулен Спанкул заңгерлік каналындасыздар. Әдеттегідей каналға тіркеліп, уведомление қосуды ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Жақында мәжіліс депутаты Айжан Ысқақова пособиялардың барлық түрін алып тастап, 18 жасқа дейінгі әр балаға өзгеше пособия түрін енгізуді ұсынды. Себебі әлемдік ЮНИСЕФ ұйымының есептеуі бойынша Қазақстанда 1 миллионға жуық бала кедейлік деңгейінде өмір сүреді екен. Бұл мемлекеттің балалар үшін төлейтін пособиясы жеткіліксіз деңгейде екендігін білдіреді. Естеріңізге сала кетейін, қазір балалар үшін төленетін ай сайынғы пособия көлемі мынадай. Бірінші балаға ай сайын 16.802 теңге, екінші балаға ай сайын 19.865 теңге, үшінші балаға ай сайын 22.898 теңге, және де төртінші және одан да көп балаларға ай сайын 25.961 теңге, демек бір балаға күніне 560 теңгеден 865 теңгеге дейінгі бөлінетін суммалар. Бұл тек бала үшін берілетін пособия, ал оны бағатын анасының өміріне пособия қарастырылмаған. Салыстыру үшін айта кетейін, заң бұзған қылмыскерлердің, яғни түрмеде отырған адамның тек тамағына ғана күніне 1018 теңге жұмсалады екен. Айырмашылықты байқадыңыз ба? Депутат Айжан Ысқақова 2021 жылдың бірінші жартысында Қазақстандағы орташа жалақы көрсеткіші 230.829 теңгеге, шамамен $540 жеткен, бірақ отбасында бірнеше бала болса, бұл ақша жеткіліксіз екенін айтты. Шынымен де, қазіргі кезде 200 мың теңге деген ақша емес. Депутаттың сөздерінен үзінді оқимын. Жәрдемақыларды көбейту керек. Біз жәрдемақылар мен төлемдердің барлық түрлерін жоюды және 18 жасқа дейінгі әр балаға Қазақстанның туу және азаматтық құқығы бойынша барлық балаларға орташа жалақы сомасында тағайындалатын бір әмбебап жеткілікті жәрдемақыны енгізуді ұсынамыз деп айтқан болатын. Айта кету керек, дәл осы депутат Айжан Ысқақова наурыз айында айлық пособияны ең төменгі күнкөріс деңгейіне дейін, яғни 34.302 теңгеге дейін көтеруді сұраған болатын. Ал енді барлықтарыңызды уайымдатып отырған сұраққа жауап. Әр балаға 230 мың теңге беріле ме? 230 мың теңгелік пособия жайлы депутаттық сауал үкіметке жолданды. Қазіргі таңда үкімет бұл ұсынысты талқылап жатыр және жақын арада кезекті жиналыстардың бірінде нақты жауап айтылады. Егер бұл ұсыныс қабылданса, әр балаға 230 мың теңге беріледі. Осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймын. Еліміздің заң жобаларындағы өзекті жаңалықтарды ең бірінші болып білгіңіз келсе, каналға тіркеліп, жаңа видеоны жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.